Так, құрметті достар, мен сендерге қазір мынау ютуберлардың армандаған қашан шығарады екен осы программаны деген программаны көрсететін боламын. Ол программаның аты YouTube Extended Search. Бұл программаны YouTube Leaders деген разработчик шығарған. И сендерге бұл программаның қазір барлық потенциалын көрсететін боламын. Бұл программамен сендер қазіргі именно қазір атып жатқан нишаны тауып аласыңдар. Спокойно тауып аласыңдар да істейсіңдер. В общем, меньше слов, больше дела. Мен сендерге көрсетейін. Бұл, в общем, программа дополнительный фильтрлар береді, который YouTube-тың поискында жоқ фильтрлар береді. Бұндай даже VidIQ-да да жоқ, кстати, сразу айтайын. Мысалы қараңдар, сендер, допустим, Poppy Playtime деп жазсаңдар, мысалы YouTube-тың поисковигіне. Мына жерде міне классический жаңағындай нелер ғана бар фильтрлар. И енді сендер мынаны қараңдар. Мына жерде помимо классического, помимо стандартного фильтра YouTube, здесь есть расширенные фильтры YouTube. То есть мына жерде поискта бір нәрсе іздегенде сендер стандартный да қойып қоясыңдар, еще расширенный да қойып қойға болады. И мына жерде шорттарды скрывать етіп тастауға болады. В общем, каналдың подписчигі қанша болу керек деген сияқты. Мына жерде самый керек, мысалы сендер горизонталка жасайын десеңдер, допустим, мына стандартный фильтр за этот месяц 4 минуттан 20 минутқа дейін по числу просмотров и мына установить максимум подписчиков 20 мың подписчик. То есть бір айдың ішінде 20 мың подписчиктан аспайтын каналдар 2-4 минуттан 20 минутқа дейін осы самый максимальный. Мына жерде, кстати, любой возраст канала, мына 7 күн ашылған канал, 30 күн, 90 күн, 180, 165 күн новый каналдардың даже несін қойып қойған мына жерде. Скрыть подтвержденные каналы галочкасы бар, скрыть каналы исполнителей. Неге бұл не фильтрлар керек? Потому что біз, мысалы, қазір бүйтіп іздесек, мысалы, Poppy Playtime деп, допустим, бізге вообще не в тему, надо 1 миллион подписчигі бар каналдар шығады. Бұл каналдарға вообще мы не можем ориентироваться, потому что бізге новый каналдар керек. Новый каналдар атып атқан новый каналдар болса, значит, бізде іздесек, бізде, скорее всего, атады деген сөз. Именно қараңдар, мына жерде мен Poppy Playtime дедім. Қазір Poppy Playtime 3-ші частьте, қазір хайповый, мысалы, Poppy Playtime дедім. 20 мың подписчиктен аспау керек, по числу просмотров, и міне поисковикта, мысалы, осындайлар шықты. И мен мынаған қарап, блин, уже мен точно білілім ше, мына жерде, мына каналда 3600 подписчик, 7-ақ видео салған. Мына жерде даже каналдың создавать етілген уақытына шейін жазған. То есть каналға кіріп, обычный классический, да, мысалы сен поисковикті бүйтесің, каналға кіресің, мына каналға бүйтіп қарайсың, қанша подписчик, қашан ашылған канал екен деп бүйтіп шаршап, қанша уақытың кетеді. Уақыт деген қазір қаншама нерва, уақыт деген ақша. Сондықтан мынау сендердің қанша уақыттарын экономдайды. И мына программа вообще өте қолжетімді. Қазір соңында жаңағы бағасын айтатын болам. В общем, қараңдар, мысалы мына каналы, 2 апта, 2 week деген, 2 апта деген сөз. 2 аптада почти миллион қаралым жиналған. 972 миллион просмотр. И мынаны ашып, мына оң жақ мышканы, оң жақ кнопкасын басамыз, открыть браузер деп басамыз, допустим. И мынау обычный Guess the Monsters Voice. То есть мынаны даже капкатпен де істеуге болады, мысалы. Капкатпен, в общем, даже бұның ойындары бар, Play Market'те Guess the Monsters Voice десеңіздер, мына осындай ойындар шығады, даже ойындарын запись экрана қылдырып салып. В общем, істеуге болады. Енді қараңдар, мына жерде тағы екінші видеоны көрейік. Мысалы, мына каналды ашайық, мысалы, ашпай тұрып біз сразу көре аламыз. 777 мың просмотр 2 аптада. Канал был создан 4 апрельда, 4 апрельде, 04 деген 4 апрель, ана 23 апрель, мені 23 апрельде ғана ашылған канал. Представляете, мысалы, бүгін неше? Бүгін 5 июньда, а уже мынау новый канал, в принципе, 2 аптада 777 мың просмотр жинаған. Мысалы, мынау просто тупо Гаррис Мод. Қарандар. Мына тупо Гаррис Мод ойнап жатыр мына жерде. Тупо Гаррис Мод ойнап жатыр мына жерде, мысалы. Так, енді қарандар мына. Мына жерде Гаррис Мод ойнап жатыр. И қазір
міне обычный просто тупо Гаррис модтың модтарын скачать етіп просто ойнап жатыр мына жерде. Мен в общем Гаррис мод ойнау үшін даже мощный компьютерде керек жоқ. В общем сразу айтып кетейін, мынау YouTube Extended Search деген пока что Windowsқа ғана келеді. То есть мобильный бұл Android, iPhoneға, сосын MacBookқа әлі шықпаған, но қазір шығады деген қазір не деп, в общем разработчиктарда планда бар. Но мені бәрімізде Windows, обычно соны Windowspен смело істей берсеңдер болады. Мысалы сендер Windows болмаса да просто MacBook'та эмулятор, Windows'тың эмуляторын даже телефондарын ғана, мысалы сендерде, допустим, телефондар ғана болса, просто Windows'тың эмуляторын удаленный серверден запускать етіп, в принципе, на программамен қолдана беруге болады. Короче, мысалы мынау қараймыз. Мынаны, в общем, оң жақ кнопка басқанда мына жерге басады екенбіз. Мына жерге қазір реклама жарнама өтіп кетсін. Мысалы, мынаны қарасақ, мынау қарапайым Майнкрафт деген ойын. Майнкрафтты телефонмен ойнауға болады. Мысалы, осыған қарап, біз можем ориентироваться. 6000 ғана подписчигі бар, бірақ та 4 аптада почему-то 355 мың қаралым жинаған. Вот это тоже звоночек. Мысалы, мынаны қарасақ, мынау немене. Канал бұл, мысалы, 5 күнде қараңдар, 5 күнде 356 мың просмотр. Каналда небәрі 2400 подписчик. 2-ақ видео салған. Мынау реально супер интересно, мынаны көру керек обязательно. О, мәссаған достар. Анау күшті ниша ғой, 2-ақ видео салған. Представляете, канал вообще, хоть и канал старый, но просто отлеженный канал ғой, тупо ештеңе салынбаған. И міне 5 күн бұрын ғана сала бастаған контент. И мынау 356 мың қаралым, осы 2400 подписчикті әкеген ғой. Обычно осындай нишада 350 мың просмотр, примерно осы подписчик келеді. То есть до этого мына жерден мысалы біз көріп тұрмыз, мына жерде до этого точно 0 подписчик или максимум 10 подписчик болған шығар. Потому что мына жерде 100 мың подписчик болса, біз айтар едік, значит, бұл каналда изначально подписчиктер болған деген сияқты. Енді қараңдар, міне мысалы мынау не түсіріп жатыр, мынау Poppy Playtime Real оригинал деген неше түсіріп жатыр. Мына Poppy Playtime, короче, ойын Poppy Playtime'ның. И мына жерде оригинал, и мына жерде Real Life. Просто мына жерден шортстарды бірінен кейін бірін қойып қойған. Мықты ниша бар ғой, шынымен керек. Шортстарды просто бірінен кейін бірін қойған. И мына именно, короче, Кэтнэптің персонаждары бар ғой, соның шортстарын қойып қойған. И мына жақтан соның Real Life, в реальной жизни просто тупо қайталап жатыр. Мына ниша настолько қызықты, что мен өзім осыны жасайтын шығармын. Қазір көрейікші. Короче, Poppy Playtime'ның 3-ші частінің бүкіл игрушкаларын сатып алған ғой, жерде популярный 4-5 игрушка бар, соларды барахолкадан барып 2000 теңге сатып алып, базардан барып 2000 Каспиға кіріп Кэтнап деп жазсаңдар игрушка шығады, мысалы, соның игрушкалар шығады. Или Poppy Playtime десең, игрушкалар шығады. Ешқайда шықпай-ақ, просто доставка заказ берсе болады даже. Көрейікші просто ноуың бар ғой, қатыра деген, анау ниша деген енді бар ғой. Мощно. Мына ниша шортста да жақсы выстреливает. Менің, короче, кейбір шәкірттерім бар, которые осыны істеп, именно шортс вариантты істеп, миллиондаған подписчиктер жинап алған. Аз уақытта 100 мың, 200 мың сондай подписчиктер. Офигеть, достар, я в шоке, просто в шоке. Кім мені көріп отыр, қазір срочно мына нишаны, ё-моё, бастасаңдар болады. Офигенный ниша екен мынау. Все, надо подписка жасап сақтап қою керек, короче.
Каналдың аты Сдохи дейді. Сдохни деп оқып қалдым ғой, Сдохи. Короче, достар, мынаны бастау керек. Қараңдар, 356 мың просмотр 5 күнде. Представляете, это столько бабла. Ё-моё, еще бұнда реакция деген шыға монетизация береді ғой. Ё-моё, это просто жесть, достар. Это жесть просто. Енді, короче, я тема оттолкнулся. Значит, это мені тағы да тупо Гарри Смотного, скорее всего. Қараңдар, каналда небәрі 2900 подписчик, 63 видео. Және де 309 мың қаралым жинаған 3 аптада. Енді қарап көрейік, не канал екен. Ну, мен көріп түсінгенім бойынша бұл Гарри Смот. Guess Skibidi Toilet 2023 деген канал екен. Guess голос, звуки Skibidi туалета 2023. Кстати, Skibidi туалет деген еще әлі тренд та. Тренд алдындағыдай күшті болмаса да, бірақ әлі тренді бар екен. Әлі ақшта уже бар. Қазір ойынды қойдым екен. Guess Skibidi, так, не дейді? Guess Skibidi Toilet емес. Мынауың бар ғой, бір ойын ғой, короче. Так и знал. Гарри Смот. Мен жазылып тұр, Гарри Смот, достар. Гарри Смот деген ойын, Гарри Смоттың карталары ғой жаңағы. Гарри Смоттағы персонаж любой мод. В общем, Гарри Смот деген ойынды үйреніп алыңдар обязательно. Гарри Смот всегда актуально болады. В общем, мен ойлаймын, ближайшие 5 жыл точно актуально болады, потому что любой трендқа мод болып кіреді бұл ойынға. И бұны 3D анимация сияқты жасай бересіңдер. В общем, дело в том, темадан кетіп қалмайық. Так, міне, тағы да міне. Что там, ниша анау, не анау тағы? Guess Monster 3 аптада 273 мың просмотр жинаған. Канал 20 наурызда ашылған, 20 мартта ашылған. Hello friends, welcome to Flash Quiz. Which found other uses for I don't know if I can beat this thing. I have to lose him somehow. Get ready to guess the Ну, значит, Guess Voice до сих пор в тренде. Менің бір шәкіртім Guess Voice'пен, Малик деген шәкіртім, біраз ақша тапқан, короче, 2 айда ма? 2 айда 2,5 миллион ба, 3 миллион теңге тапқан осы нишамен. Короче, достар, енді тағы да қарайық. Ой, мынау GTA 5 мынау. 11 күнде 266 мың қаралым жиналған. 7 апрельде ашылған канал екен. Қараңдаршы, қандай бәрі көрініп тұрады, қаралым саны, общий просмотры на канале, количество подписчиков, қанша видео салды, это просто, достар, мен сіздерге реально ютубпен айналысып жүрген адамның арманы. Мынау программа даже мен бір 500 мың теңге болса да мен сатып алар едім, потому что столько времени экономит, нервов, зрения. Все отырасың қаншама ниша іздеп, обычный фильтрмен белімді ауыртып, а тут так облегченно мынаны істеп ойлап тапқан адам нағыз данышпан деп ойлаймын. Бұл канал, бұл, короче, программаның бағасы қазір сендерге рубль теңге 3450 рубль, 17 мың. В общем, қазір конвертация, ну, примерно 17500 ақ теңге, достар. 17450, 17500, в общем, грубо айтқанда 17500 теңге ғой. Сондықтан мына программа реально стоящая программа, реально супер актуальный нелер тауып аласыңдар. Мына жерде еще қанша фильтрлары бар. Мына фильтрлармен быстро пройдусь. Вот скрыть шортс. Бұл шортсты скрывать етеміз. Горизонталканы скрывать етеміз. Трансляцияны скрывать етеміз. Премьераны скрывать етеміз. Просмотр видео должен быть больше, чем подписчиков на канале. Надо скрывать етсек, мысалы. Просмотрлары, ну, тоже, короче, мысалы, түсіндіңдер ғой, в общем, жазылып тұр бәрі. Просмотр видео должен быть больше, чем подписчиков на канале. Мысалы, 100 мың просмотр болса, каналда, мысалы, 100 мың подписчик болса, и видео, мысалы, 90 мың просмотр болса, оны бізге мына жерде уже поисковикте шығармайды бұны.
установить минимум подписчиков. Каналда минимум осынша подписчик болу керек. Мына мысалы мен осы фильтрді ғана қолдандым, маған нағыз керегі 10 мың деп қойғод, мен 20 мың деп қойдым тоже. Максимум 20 мың асып кетпеу керек деген сияқты, или 30 мың деп өздерінің предпочтенияларын нетесіңдер ғой. Чем больше фильтр қосасыңдар, тем больше на поиск деген басқанда больше іздейді. Ну, обычно 1-2 минутта іздейді, мысалы уже кішкене более-менее фильтр істеп қойсаң. Mesela мына фильтрді мен іздегенде где-то 20 емес, 10-15 секундта шығарды мына видеоларды, ақырын шығара береді бүйтіп сразу по ходу. И мына жерде установить минимум общих просмотров канала, мысалы типа каналдың общий суммарный просмотрын істеп қойғод. Установить максимум общих просмотров канала. Установить максимум. Мынау минимум, анау максимум просмотр. Установить минимум видео на канале. Мысалы мен қазір 10 деп қойсам, мына минимум. Басамда 10 деп қоям, допустим, все. Или 5 деп қоям. Ол каналда да как минимум 5 болу керек. Или мысалы 10 деп қоям мына жерге. Ол каналда 10 видеодан асып кетпеу керек. Ну, короче, бұл фильтрларды тоже можете посмотреть, проэкспериментировать. Сосын любой возраст канала 7 күн ашылған бұрын 30 күн, 90, 180, 365 күн ашылған канал. Скрыть подтвержденные каналы. Это галочкасы бар каналдарды скрывать етсеміз. Скрыть из канала исполнителей. Бұл ғана галочканың орнына нотаның суреті тұрады ғой. Музыканттардың каналдарын скрывать ететін осы функция. Осы мұны тоже қолдансаңдар. Вот сортировать деген бар. По просмотру, по подписчиков, по соотношению просмотров подписчиков. Сортировать по количеству видео на видеоканала. То есть сортировка жасауға и применить басасың, все, он применяется. Применить или мынаған жаңағы поиск дегенге қайттан бассыңдар болады. Сондықтан достар, мына программаны обязательно сатып алыңдар. Егер де сендер ниша таба алмай жүрсеңдер, ниша іздеп қиналып маған айтайын ба, менің неше қазір 200 шәкіртім бар, барлығын сұрағы, бір сұрақ ең басында мен курс алғанда қандай ниша түсіреміз. Консультацияда келеді ғой адам, қандай ниша түсіреміз, қалай түсіреміз, нишаны қалай іздейміз. Маған күніне инстаграмға 100 қойын, 50 шақты сообщение келеді, қандай ниша, соның 50 шақты сообщенияның бір 40 сообщениясы қандай ниша таңдаймыз, қандай ниша трендта деген сияқты. Мені сендерге программа бір рет сатып аласыңдар, все, мына программаны смело қолдана бересіңдер достар. Сосын достар, мені жаңа ғана қарап сендерге біліп бердім. Мынау YouTube Extended Search деген программа. В общем, бұның жаңа лицензиясын сатып аласыңдар. В общем, короче, мына программаны сатып алу, жаңа лицензия сатып аласыңдар ғой. Қанша дедім жаңа бағасы? Бағасы 17.450, ну, 17.500 теңгеге сатып аласыздар. Бір рет қана сатып аласыздар, болды. Доступ навсегда. Андай ежегодный, ежемесячный подписка деген жоқ бұл жерде. И короче, осы программа сатып алғанда, сол программаны бір лицензионный ключті сендер бір устройствоға қолдана аласыңдар. Мысалы, бір компьютерға, немесе бір ноутбукқа деген сияқты. Сол сатып алам десеңдер, осы Телеграмда сілтемені қалдырып кетем. В общем, жаңағы ботқа сілтемені қалдырып кетем. Сол бот арқылы жаңағы разработчикқа шығасыңдар да, в общем, сол жерде чат ашылады и хабарласып, сендерге сілтеме жібереді инструкция. Солай сатып аласыңдар. Оплатаны банковский картамен де төлеу болады, сосын жаңағы криптовалютамен де төлеу болады. Сондықтан мені, пожалуйста, сатып алыңдар. Осындай керемет возможностьті енді айтқан жіберуге болмайды. Нағыз керек бізге, нағыз керек программа. Мысалы, мен сендерге көрсеттім, мен өзім қолданып жатырмын бұл программамен.